Assalamu alaikum dostlar. Кайырлы күн. Сиздермен бірге бала ями бүгінгі кешкі асымызға отбасымызда таң қалдыратын өте дәмді, диеталық, жеңіл кешкі асты бірге дайындайық. Ол үшін алдымен табамызды қыздырып, майымызды салып, кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Сосын үкіштен өткізілген сәбізімізді, тәтті бұрышымызды саламыз. Менде бұрыштың қатырылған түрі, үстінен тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеушілерді салып, жақсылап араластырып, жартылай дайын болғанша жай отта қуырып аламыз. Толықтай пісірудің қажеті жоқ. Ендігі кезекте ыдысымызға фаршымызды, одан кейін қуырылған зажаркамызды, кейін гречканы, 2 жұмыртқаны салып, тұзбен, бұрышпен, әртүрлі дәмдеушпен жақсылап араластырамыз. Гречканы тамаққа қолданбастан бұрын жақсылап жуып, 1-2 сағатқа ыстық суға бұқтырып қойған дұрыс. Ендігі кезекте тамақты салып пісіретін ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Мен зәйтүн майын пайдаландым. Сосын дайын болған массамызды саламыз. Бұл тағамды мен өте жиі дайындаймын. Біріншіден отбасым сүйіп жейді, екіншіден дайындалу өте тез әрі жеңіл. Қажетті ингредиенттерде өте қолжетімді тағамдардан тұрады. Ыдысымызға толықтай салып болған соң үстін тегістеп, үкіштен өткізілген сырды себеміз. Бұл тағамды сіздерге де дайындауға ұсынамын, және де асыққан кезде ең дайындауы тез, таптырмайтын тағамдардың бірі. Бұл тағамды қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіруді ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі кешкі асымызды отбасыңызға дайындап берген болсаңыз, комментарийда отзывыңызбен бөлісіп кетіңіз. Күтемін.